Барлыбек Сырттанұлы, қазақтың алғашқы конституциясын жазған заңгер. Осыған орай, сізбен біз білуге тиісті Барлыбек өмірінен 10 дерек ұсынамын. Барлыбектей Ақсұңқардың кіндік қаны тамған жер, қазіргі Алматы облысы Ақсу ауданы Арасан ауылындағы Қарашоқы қыстағы. 1876 жылы Вернидағы ер балалар гимназиясы ашылған кезде оқуға қабылданған алғашқы 6 қазақ баласының бірі Барлыбек болатын. 1886-1890 жылдары Петербург университетінің шығыстану факультетін үздік дипломмен тәмамдаған алғашқы қазақ. 1910 жылдың 21 қазаны күні жергілікті жұртшылыққа жер үлестіру, сот ісі, дін ісі, жалпы білім беру мәселелері қарастырылған ұзынағаш съезін өткізеді. 1911 жылы 13 маусым күні тікелей Әлихан Бөкейханның тапсырмасымен қазақ елінің уставы деп аталатын 4 бөлім 28 баптан тұратын тұңғыш конституциялық заңдар жинағын жазып шығады. Барлыбектің ұлы Кәкеннің жазған күнделік кітаптерінде Барлыбекте 2000-дай кітап болғанын, ол кітаптарды Ілияс Жансүгірұлы пайдаланып кәдесіне жаратқанын жазады. Қазақ даласында өсетін емдік қасиеті зор шөп, гүл тәрізді өсімдіктерді зерттеп, дәрігерлік өсімдіктер атты медициналық еңбек жазған. Барлыбектің тікелей ақыл кеңесімен Мамановтар әулеті қазақ жеріндегі 3-ші Жетісудағы тұңғыш мектеп саналатын Мамания мектебін салдырды. Тоқаш Бокин, Ораз Жандосов, Жұбаныш Бүрібаев секілді қазақ-қырғыз жастарын талаптысын оқуға түсіреді. Қазіргі Алматы облысының шекарасын айқындап, Вернидағы тұңғыш кітапхана, мұсылмандар кітапханасын ашып берген Барлыбек Сырттанұлы 1914 жылы ресейлік патша үкіметінің жансыздары қолынан қаза табады. Бүгінгі ұрпақ кешегі Барлыбектей алаш қайраткерлерінен тәлім алса, алаштың аңсаған арманына жетеді деп ойлаймын.